Барлықтарыңызға сәлем. Өзге емес, өзім айтам өз жайымда деп жерлесіміз Қасым ақын айтқандай, өзім жайлы бірер сөз. Мен Кадыров Ануарбек Фахраддинұлы, Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің 3-ші курс студентімін. Мамандығым қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бұл мамандықты таңдауымның басты себебі ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру. Ұлттық әдебиет пен мәдениеттің үздік дәстүрлерінің негізінде келешек ұрпақтың шығармашылық және зияткерлік деңгейін дамыту. Әдебиеттің түпкі мақсаты адам жанын тәрбиелеу деп көркем сөздің хас шебері Ғабиден Мұстафин айтқандай, әдебиет арқылы саналы ұрпақ тәрбиелеуде армандарымның бірі. Сол үшін де мен әдебиетті жаныммен сүйемін, ұстаздық жолын құрметтеймін. Бұған тағы бір дәлел ретінде осы бағытта жеткен жетістіктерімді атап өтейін. Осы мәселе талқыланған екен. Енді осы қалпына келтіру жұмысына титтей болсын өз үлесімізді қосуға, ат салысуға осы қазақ жастарын шақырамыз. Оқу үдерісімен қоса қоғам өміріне де белсене араласып жүрмін. Ерікті болу ізгіліктің белгісі демекші, түрлі қоғамдық жұмыстар мен қайырымдылық шараларға қатысып жүрмін. 21 ғасыр білімділер заманы. Сондықтан да сапалы білім, саналы тәрбие беру қазіргі заман мұғалімдерінің парызы деп санаймын. Келешегіміздің жарқын болуы ұлағатты ұстаздардың қолында.